Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Әуезхан Камила Асқарқызы. Мен жаратылыстану және өнер кафедрасының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрімін. Бүгін қоршаған ортаның мониторингі пәні бойынша шолу лекциясын өткіземін. Бұл пәннің білім беру бағдарламасы, яғни экология мамандығы бойынша жүргізілетін болады. Бұл пәннің қысқаша сипаттамасына келетін болсақ, яғни пәннің атауы қоршаған ортаның мониторингі деп аталады. Пәннің мақсаты адамзат пен табиғат арасындағы қарым-қатынастардың негізгі ұғымдар мен материалдық қажеттіліктерді өтеу барысындағы туындайтын қарама-қайшылықтармен және табиғи жүйелердің даму заңдылықтары, қоршаған орта ресурстарын және оларды пайдалану ерекшеліктерінен болатын құбылыстармен танысу болып саналады. Пәннің мазмұны. Бұл пәнде өте өзекті тақырыптар қарастырылады. Сол тақырыптардың қатарында бізде пәннің мазмұны, қоршаған орта туралы ілімнің мақсаттары, жер тірі материяның тіршілік ету орны, жер планетасындағы биосфераның тіршілік етуіне әсер ететін физикалық, географиялық жағдайлар, биосфера адамзаттың тіршілік ортасы, тірі организмдерге әсер етуші табиғи факторлар, атмосфера биосфераның құраушысы, гидросфера және литосфера биосфераның құраушысы ретінде қарастырылады. Қоршаған ортаның осы кездегі проблемалары, халықаралық табиғи ресурстар, ынтымақтастық принциптері, қоршаған ортаның аймақтық проблемалары, халықаралық ұйымдар мен қоршаған орта мәселелері бойынша бағдарламалар, теңізде түрлі технологиялық үрдістер арқылы мұнай өңдейтін құрылғыларға қойылатын талаптар, бұрғылау қалдықтарының ластағыш қасиеттерінің көрсеткіш номенклатурасы және оларды анықтау әдістері қарастырылатын болады. Енді осы тақырыптарға қысқаша шолу жасайтын болсақ, ең маңызды тақырыптардың қатарында бізде жер қабаттарының құрылысы деген тақырыпты қарастырамыз. Бұл пәнде яғни жер қабаттарының құрылысы, ол 4 түрлі қабатты айтуымыз керек, яғни атмосфера, литосфера, гидросфера және де биосфера сияқты қабаттарды қарастырамыз. Ол қабаттардың құрылысы, химиялық және де физикалық қасиеттері деген сияқты, олардың ластануына әкелетін және де олардың ластануына әсер ететін негізгі факторлар деген сияқты тақырыптарды осы сабақта, осы пәнде қарастырамыз. Енді мына жерде жер қабаттарының құрылысының суреті берілген, осы бойынша сабақтар жүргізіледі. Енді әрқайсысына жеке-жеке қарастырылатын болса, яғни географиялық қабық, ол литосфера, гидросфера, атмосфера және биосфера болды. Географиялық қабықтан кейін біз табиғат компоненттерін қарастырамыз. Табиғат компоненттерінен кейін табиғат кешендері, яғни құрлық және де мұхит деген сияқты. Одан географиялық белдеулерді және географиялық зоналарды қарастыратын боламыз. Осы арқылы жер қабаттарының құрылысы зерттеледі. Маңызды тақырыптардың қатарында бізде табиғат ресурстары деп аталатын тақырыпты да қарастырамыз бұл пәнде. Негізгі 3 ұғымды көрсеткен тұғымын, яғни табиғат ресурстары бұл адамдар пайдаланатын немесе пайдалану мүмкін табиғи заттар мен күштер. Табиғат ресурстары қоғамның материалдық, мәдени тағы басқа мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін қазіргі кезде немесе болашақта қолданылатын табиғи ортаның құрамдас бөліктері мен табиғи құбылыстары. Және де үшінші анықтамасы ретінде Минстің анықтамасы бойынша адам қоғамның қажеті үшін пайдаланылатын табиғат байлықтарының бір бөлігін біз табиғат ресурстары деп қарастырамыз. Бұл маңызды тақырыптардың бірі. Енді келесі осы табиғат ресурстарын біз әртүрлі топтарға жіктейтін боламыз бұл пәнде. Мысалға, экономикалық қоры өздігінен қалпына келуі тұрғысынан табиғат ресурстарын біз сарқылатын және де сарқылмайтын деп жіктейміз. Сарқылатын ресурстардың өзі тағы да 2 топқа жіктеледі. Ол қалпына келетін және де қалпына келмейтін деген сияқты. Осындай түрлерін біз осы пәнде жіктеп көрсететін боламыз. Келесі, бағана кеткендей, табиғат ресурстары өте көп топтарға жіктеледі. Соның қатарында құрамы бойынша табиғат ресурстарын біз қарапайым және күрделі деп жіктейміз. Бір-біріне алмастыру мүмкіндігіне байланысты табиғат ресурстарын алмастырылатын және де алмастыруға болмайтын деген сияқты топтарға да жіктейтін боламыз. Енді тағы да маңызды тақырыптардың бірі бұл пәндегі бұл мұнай қорлары, яғни пайдалы қазбалар деп аталатын тақырыпты қарастырамыз. Соның ішінде мына кестеде көрсетілгендей жанатын, рудалы, рудасыз деген сияқты түрлерін біз жіктеп қарастырамыз. Соның ішінде ең маңызды тақырыбы бұл мұнай қоры. Мұнай қорының шығуын, олардың пайдасын, зиянын, химиялық құрамын деген сияқты барлығы да осы пәнде жіктеліп сарапталатын болады. Тағы да маңызды сабақтардың бірі бұл пәнде, яғни тақырыптардың бірі бұл экологиялық факторлар. Негізгі 3 түрі жатады. Ол абиотикалық факторлар, биотикалық факторлар және антропогендік факторлар. Абиотикалық деп отырғанымыз бұл өлі табиғат, биотикалық деп отырғанымыз тірі табиғат және антропогендік деп отырғанымыз бұл адамның іс-әрекетінің нәтижесінде қалыптасатын факторлар деп жіктейміз. Енді соларға жіктеме
келтіретін болсақ, яғни абиотикалық деп отырғанымыз ылғал, температура, ауа, жарық. Биотикалық деп отырғанымыз бұл тірі организмдердің бір-біріне әсер етуі, яғни паразиттік, жыртқыштық, бәсекелестік деген сияқты. Антропогендік деп отырғанымыз бұл қоршаған ортаға адам іс-әрекетінің тікелей немесе жанама тигізетін әсерлері. Енді факторлардың өздері тағы да топтарға жіктеле беретін болады. Яғни абиотикалық фактордың негізгі үш түрі бар, ол климаттық, эдофикалық, топографиялық. Биотикалық факторлардың өзінің де тағы да үш түрі бар. Ол фитогендік, зоогендік және антропогендік деп аталады. Оларға жататын негізгі көрсеткіштер көрсетілген мына кестеде, яғни абиотикалық факторлардың түрлері, оларға жататын тағы да топтар деген сияқты. Мына жерде биотикалық факторлардың түрлері көрсетілген. Фитогендік деп отырғанымыз бұл өсімдіктерге қатысты, зоогендік яғни жануарларға қатысты, антропогендік бұл бағана айтып кеткендей адамның іс-әрекеті нәтижесінде түсетін факторлар. Енді әртүрлі проблемаларды, яғни соның ішінде экологиялық, қоршаған ортаға қатысты проблемаларды шешу жөнінде бізде ынтымақтастық принциптері қалыптасқан. Ынтымақтастық принциптері деген кезде біз экологиялық ұйымдарды айтуымызға болады. Экологиялық ұйымдардың түрлері негізінен өте көп, соның қатарында негізгі 5 түрін көрсеткенмін. Біріншісі ВВФ, яғни ғаламшар тоғайларын қорғауда халықаралық интернационалды жастардың қоры болып саналады. Даниядағы жастардың жасылдар қозғалысы деп аталатын осы негізгі ұйымы жатады. Бұл жерде яғни орман тоғайларды, орман шаруашылығын қорғау саласында үлкен өзінің үлесін қосып келе жатқан қор деп атауымызға болады. Greenpeace, яғни жасыл әлем, бұл бүкіл дүниежүзілік табиғат қорғау ұйымы 1970 жылы құрылған. 17 мемлекетте өзінің топтары, филиалдары кездеседі. 2,5 миллионнан астам адам осыған мүше болып саналады осы ұйымға. Робин Вуд, германиялық жастардың қышқыл жаңбырларға қарсы күрес жүргізетін экологиялық қоғамы. МСОП, яғни халықаралық табиғатты қорғау және де табиғат ресурстары ұйымы. ФАО, Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылық және азық-түлік проблемаларымен айналысатын органы. Бұдан бөлек олар өзінің тікелей міндетінен басқа жануарлар дүниесі мен ормандарды қорғау ісімен де және де қоғамдық табиғатты қорғау ұйымдары және де ұлттық парктердің қызметкерлерінің білімі мәселесімен де айналысатын ұйым болып саналады. Бұның барлығы да осы экологиялық проблемаларды, экологиялық факторларды организмдерге әсер етудің барлығын шешетін ұйымдар ынтымақтастық принциптеріне жатқызылатын болады. Енді қорытынды ретінде айтатын болсақ, қоршаған ортаның мониторингі, қоршаған орта туралы білім деген сияқты пәндерді меңгеру арқылы студенттер табиғатты қорғау, яғни техногенді және басқа да антропогендік ауытпашылықтар жағдайларында организмдердің табиғи мекендеу ортасы және табиғат ресурстар жиынтығын сақтауға бағытталған қызмет немесе әрекет екені туралы білімді алады. Жалпы айтқанда табиғат ресурстарының түрлерімен танысады. Оларды пайдалану қорымен танысатын болады осы пән арқылы. Сонымен қатар әртүрлі экологиялық факторлардың тірі организмдерге әсер етуін де осы пән арқылы студенттер зерттейтін болады. Қоршаған табиғи ортаны қорғау, табиғи ресурстерді қорғауға, қайта жаңғыртуға және де тиімді пайдалануға, табиғи ортаны жақсартуға арналған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі. Сонымен қатар ол қолданбалы экологияның негізгі бір бөлімі болып саналады. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарды тиімді пайдалану адамзат алдында тұрған ең маңызды проблемалар. Бұлар биосфераға, оның геохимиялық, экологиялық және де басқа да дамуына себепкер функцияларына және тепе-тең табиғи жай-күйін сақтауға жоюшылық әсер ететін адамның барлық шаруашылық қызметімен тығыз байланысты. Көбінесе адамдар өсімдіктер және жануарлардың өмір сүруіне тигізетін қоршаған орта қалыптасатын болады. Жалпы айтқанда, экологиялық факторларды, табиғат ресурстарын, олардың адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге әсерін барлығында қарастыратын осы пәнде зерттелетін болады. Шолу лекциясы осы. Рахмет.